Сағат 2:30-да хабарласамыз. 2:30-да қай сағат неше? Ровно 12:00. Ровно. Так, линияға шық. Давай бірге шығайық линияға. Сенің возможность бар ма телефонмен сөйлесіп линияға шыққанға? Все, на линию бастым мен. Километражыңды 0-ға қойдың ба? Қойдым, түсірдім ғой жаңа. Менде Бизнаумен іздеп жатыр заказ. Тариф эконом. Сенде де тариф эконом. Айтпақшы, Өскеменде не бар ма? Жоқ, бәрі бір тариф. Комфорт анау мынау. Қандай бір тариф па? Өскеменде бонустар 15 заказға 4,5 мың теңге, үстінен қосып беретін. 20 заказға 6 мың теңге, 30 заказға 9 мың теңге, 12 заказға. Маған заказ түсті, остановкасы мен Аль-Фараби өмір Нажмеденоваға. Қабылдай салайын, по Безнауқа біз дейді ғой. КФ 800-бен түсті. КФ 800-бен түсті маған. Тако. Саған че заказ түспеді ме әлі? Астана жеңеді ғой бүгінгі батылда. Chevrolet Cobalt Астана такси деген разукрашенный машинамен Өскеменде жүрсің ба? Реакция бар ма клиенттерден? Пассажирлардан? Бір-екеу не деп айтты? Астана такси ма деді ғой. Нью-Йорк такси деді. Қой, жарайды, такой, давай. Сағат нешеде хабарласамыз? Каждый бір сағат сайын давай хабарласайық. Давай. Достар, ассаламуғалейкум, қазақ елі, қалайсыздар? Сіздермен бүгін Демежан, бүгін бізде батыл, Өскемен, Астана. Өздерің көргендей досым Астанаға кетіп қалды. Ана Chevrolet Cobalt бар ғой, разукрашенный машина, талант деген досым. Сол машинамен өзінің машинасымен шығып кетті Өскеменге қарай. Негізі ауыспақшы болдық. Мен машинамды алып, мен ол машинасын алып қабыл, мен машинамын Өскеменге. Менің просто дөңгелектерім жарамады жолға. Соның бәрін жөндеу керек. Келешекте Өскеменге шығайын деп жатыр командировкаға. Күніне 60 мың теңгеден шығарып жатыр дейді Өскеменде. О, так вот, региондарда қазір жынды бонустар болып жатыр. Астана, Алматы емес, региондарда жұмыс істеу керек негізі. Көреміз енді, балашаға неде. Достар, көрейік бүгін. Километрдің бәрін 0-ға қойдық, сағат тура 12-де неттік. Маған бірінші заказ түсті. Дым ұзақ емес енді, бірақ точкасы бар. Аль-Фараби 11, ол қазіргі Новосити ғой. Қабанбай Батыры 49 жақтарда. Галамат парк деген ЖК-дан алдым. Сол бірге аяғына дейін көріңіздер достар, қалай болатын, Өскеменде қалай табатын, жаңа бонустарын атап кеттім, қандай Өскеменде бонустар бар екен. Бүгін қиналмай, общий 6 сағат тип қашып жұмыс істеп, 20 заказ істеді Өскеменде досым. 25 заказ істеді. 25 заказға 21 мың теңге таза шығып тұр, 6 мың теңге бонусы бар. Ол тип қашып істегені бар ғой. Астанада бір тип қашып 10 мың теңге табасың ғой арендеңіне. Сол сияқты Өскеменде тип қашып жұмыс істеп, 27 мың теңге тауып тұр ғой, 6 сағатта. Соған қызып кеттім. Және достар, менде обновкам бар. Оппана дейсің ғой. Қалай очки қалай? Очки сатып алдым. Келді бүгін курьер алып кеп берді. Заказ берген. Жынды очки. Түнде жарыққа, күндіз телефонға қараған кезде телефон көрінбейтін очки бар болдыңыз бе? Мұнда телефон бәрі көрініп тұрады, дисплей бәрі. Түнде де тауға болатын очки. Осылай, достар. Келдік мен бірінші клиентке. Мына бір қарындасымызды алып келдім. 20 минут қана өтті уақыт. Осындай ерте түсіп қалды. Линияда тұрын, цепочкамен заказ күтейін деп, өйткені көріңіз бе, оплата карта деп тұр. Менде баланс минус 8 теңге. И маған немен іздеп отырды? Безналичный расчетпен. Мне түсіп жатыр цепочкамен заказ. Бөкейханаға қайта барамыз. 350 коэффициентпен қабылдайым. Бұл безналичный заказбен. На заказды тапсырып бітірем, завершить. Окей. 2280 теңге болды. 800 метр дейді, мына кісіге бару керек дейсің ғой. Так. Байтұрсынова жаққа. Мына жол жоқ қой деймін мен осы. Бүйтіп айланып барамыз мына жақпен. Жүргеневамен. Қой, кеттік достар. Уақыт созбайық. Жүре берейік. Мына жолмен қорқып отырмын барғанға. Өйткені не деп? Мына жақта.
грунтовый дорога ма жаман жол болып қалуы мүмкін. Жүргенде мен айланып бара салайын. 31 минут кетті обнулять еткеніме. Осы достар, бірінші заказымыз бітті, екінші заказбен кетіп барамыз. Достар, 18 минут жол жүріп келдім. Тапсырысымызды аяқтаймыз. Бағасы 1390 теңге. Линиядан әрине шығып кеттім, линияға шығайық. Келесі заказ күтейік. Алдымыздан машина келе жатыр. Жас баба жолды білмейді екен, қалай да керек. Достар, екі тапсырысқа 2901 теңге таза шығып отыр. Сағат бізде 12-ден 55 кетті енді. Келесі заказ күтейік. Келесі заказ Байтұрсынова 39-ға дейді. Бармай мен Байтұрсынова 39-ға. Сол жақтан енді келдім мен. Так, квартал жетісу лепсі дейді. Уже 500 коэффициентке түсіп отыр. Подачасы не деген алыстауы. 2-4 километр барамыз. Апаратын жеріміз 4-1 километр. Осы не. Тапсырысыма енді бар жатым. Сағат 1:00 тура 1 сағат болды. Промежуточный итоги дейді ғой. Қараймыз. Талант. Өскеменде 3 тапсырыс орындапты. Таза 3443 теңге тауыпты. Жүрген пробегі мында көрінбейді екен. 23 километр жүрді. Достар, скриншотын, фото жіберген ғой, соны саламын. Осындай міне. Менде 2 тапсырыс үлгердім орындағанға. Үшіншісіне енді бар жатырмын. 2900 теңге. 500 теңгеге, 543 теңгеге, 542 теңгеге талант алып та келе жатыр. Өскемен алды да дейсің ғой міне. 1 сағат болды линияда жүргенімізге. 23-те 5 шақырым жүрді. Мен неше шақырым жүрдім? Мен 25-те 9 шақырым жүрдім. Даже 2 шақырым, 2 километр 400 метр көп жүріп қойдым. Еще 5 теңгеге ас таптым. Точно Өскеменге барып жұмыс істеу керек дейсің ғой. Көре жатармыз енді. 3 сағаттық кезек болады сменамыз. Кім қанша ақша табады екен. Мен Мәңгілік елдің араға тағы да не салып отыр? Асфальт салып отыр, достар. Мынаны қарасайшы. О-май, қандай шамбыр құрап отыр мұнда. Көрінді ме екен сендерге? Мә, ішті, асфальттың іші шығып отыр, смоланың. Мә, поворот жоқ мұнда. Йо-май-йо. Точно қалдым мен бұл Өскеменнен. Клиентке қалай барамыз енді? Вроде ар жақтан скорый өтіп кетті. Ар жақтан разворот жасап баруға болатын сияқты. Достар, мен енді 3-ші тапсырысыны бітірдім. 3801 теңге шықты. 3 тапсырысқа жүргенім 33 километр 700 метр дейді. Мен енді 360 теңгеге асып кеттім. Талантты. Бірақ километражым меніңкі почти бір заказым километражындай 10 километр артып жүріп отырмын. 3-ші заказ енді бітіріп отырмын. Негізі таланттықы тиімді болып жатыр. Ол уже қазір 4-ші тапсырысын бітірген шығар. Мына жаққа келдім. Ұлы даланың бойындағы Новосибирден асқан кезде бірінші үй тұр ғой салынған. Сол жаққа келдім мен қазір. Мен линиядан шыққан сияқты болатын ғой. Проводник екен ғой. Мә, линиядан өтірік көрсетеді ғой. Так, поехали. Завершить. Окей. Уйти с линии. Линиядан шыққан болатын мә. Ай-я-май, Яндекс дейсің ғой. Туалетке де қысылып кеттім, достар. Бір жерге тоқтау керек, қараңғы жерге. Сосын Новосибирден кіргеннен бері 30-ші көшін асқан кезде линияға шығам. Достар, 4 минут 4-ші тапсырысым аяқтаймын. Бағасы 460 теңге. Сағат 1-ден 48 кетті. Сағат 2-де 12 минут бар. Қазір талантқа жазамыз, скриншоттарын жіберсін деп результаттар. Линиядан шықтым. Коэффициенттер жанып жатыр еді, қайтадан өшіп қалыпты ғой. Линияға шығайық, қандай заказ түседі екен. Ақырын коэффициенттер жана бастады, және осы жерде коэффициенттер жоқ болып еді. Мына жақта жанып тұрған мен келе жатқан кезде. Коэффициенттен ұстайын ба деп отырған кезде өшіп қалыпты.
міне заказ тәуелсіздік 21-ге дейді. Попутчик дейді ғой еще, попутчик. Попутчик дейді ғой, попутчик. Пропустить. Без потери активно забери меня, проспект Колумбай Батора. Дальняя подача дейді. По зеленке пропустить. Заказ отменен дейді. Мәңгілік ел 55 дейді. Мә, конечный точка көрсетпейді. Березкадан. Заведение Березка деген бар ана жерде. Мә, саған конечный точканы көрмей қалдық қой. Вроде интернет бәрі сіз законно пропускать еткенімен де, көрдіңдер ме достар? Бағанадан бері андай интернет өшіріп не пропускать етіп едім ғой көп ана жолдан бері. Конечный точканы көрсетпей қоятын болыпты ғой. Осындай. Яндекс. Таксисттар болып ереуілге шығамыз ғой деймін де. Осы не достар. Кеттік. Да. Так. Жетпей түс қалды ғой. Не бар ғой? Алтын шарда. Бүйтіп Магнум жақпен айналып арт жағын көрсеттім. Прямой кіре салдым да Керей Жәнібектің осы жерден түсемдей салды. Жүре бер артқа. Мен осы жерге тұрайын деп тұрмын. Так, мен түсінгенім бойынша сенде комиссияның арқасында, короче, жеңіске жетіп жатырсың ба деп отырмын да мен. Так, такой сен көрінбейсің, кішкене свет жаға сал. Достар, мен 12 минут заказымды аяқтаймын. 5-ші тапсырысымды аяқтадым. 2 сағаттың ішінде 5 тапсырыс үлгердім істеуге. Бағасы 890 теңге. Готово, линиядан шығып қойғам, осыдан кейін үйге қайтам. Мен 5 тапсырысқа обновление болған жоқ интернет. 5 тапсырысқа 4865 теңге таптым. Примерно бензинімді ақтап тастадым. 47 шақырым жүрдім. Бензинім бар енді. Ертеңгі істеген ақшам бәрі таза маған түседі, бензин біткенше дейін. Расходсыз болады сонда, ертең табатын ақшам. Такой сен что, заказдасың ба, қайттың ба үйге? Қайттым ба, мен жаққа почта кеттім. Бір свет бар жерге тоқта. Сен результаттарыңды айт. Мен қара, менде комиссиясыз 6160 теңге шықты 5 тапсырысқа. Біріншісі 2280, екіншісі 1390, 1140, 460 теңге, 890 теңге. Короче, өскеменге командировкаға шығу керек. Бір апта күніне 40 мыңнан 10 күнде 400 мың теңге тауып қайтуға болады дейсің ғой. 40 мың таза қалып тұр. 7772 теңге. 7772. Сен маған скриншот жібердің ғой дейме? Так, қазір скриншотымды ашайыншы. Міне достар, таланттың істегені 7 заказ істеді 2 сағаттың ішінде. 3 семерки дейсің ғой, 7772 теңге тапты. Комиссиясы 398 теңге комиссия. Достар, міне 398 көрінбейді бойын. 398 теңге комиссия. Базар жоқ. Сен промокод қостың ба, не істедің? Жоқ, бұнда комиссия жоқ. Неге комиссия жоқ? Білмедім. Парктың комиссиясы 3-9, Яндекстің комиссиясы 1% 80 теңге ғана. Бұл итаны бонустардан ғана алып отыр да. Ага. Гарантированный бар ма по городу андай төмен болмайтын заказ? Кстати, мен бұл походу менен неге үйтіп алғанын өзің түсінбей отырсың ба? Өскеменде істеп жатқан бауырдан сұрасашы. Бұл короче ана заказдар көрдің ба? Клиентқа осылай көрінеді де, анау үстіңе заказ ететінді ма? 480 теңге ұстады. Жоқ, сұраны көп. Менде комиссия қазір ночныйға қойдым да, камераға дұрыс көрінбей жатыр да. Менде комиссия, короче, Яндекс 1000 теңге, 1046 теңге алды, 17%. И таксопарк 4% алды, 249 теңге. Сонымен общий расход 1295 теңге комиссия. 1295 теңге комиссия.
Короче, Өскеменде выгодно, Өскеменге тез шығып, короче, бір ыңғай бастырамын ғой, ана бала шағамен бәрін. Хотя бы 5 күн жұмыс істеп кетсе, 60 мыңнан тауып отыр дейсің ба, жігіттер? Иә. 60 мың теңге, бір 5 мың теңге бензин, 5 мың теңге тамағым бар, анау-мынау, 50 мыңда 40 мың теңге таза шығарса, 5 күнде 200 мың теңге алып қайтуға болады дейсің Өскеменнен. Иә. Өскеменге барам. Осындай, Қашан келеді? это такой тағы да қандай сұрақтар? Қара, сен 7 тапсырыс орындадың, расстояниялар қалай болды, подачасы, клиенттер қалай? Клиенттер нормально, в основном подача 1 километр, 1,5 километр, 2 заказ болды. Менде 2 тоннарды, 2 заказға бар жатқан ответіне берді, 3 километрден барып едім. Мен уақыт кетті ғой, 9 заказ. Короче, сен өзің Астанада істеп жүрсің ғой, Өскеменде выгоднее болып тұр ғой, да? Намного выгоднее. Қой онда, жарайды, қазір. Достар, мен осы ары қарай талантпен сөйлесем, мен де үйге қайттым, талант үйге жақындап қалды. Осындай не сравнение болды, не салыстырдық. Регионда тиімді болып жатыр, достар. Регионда тиімді болып жатыр. Өскеменнен Астанаға келіп жұмыс істеп ақша қыранды емес, Өскеменде ақша істеу керек. Осындай достар. Мұнда әдемі бейнероликтер болады, өтіп барсаңыздар болады. Барлықтарына рахмет. Осындай міне қызықты деп ойлаймын. Лайк басып тіркеліп қойыңыздар, қазақша контент қолдаңыздар. Барлықтарына сау болыңыздар, сау саламат болыңыздар, достар.